жасай лақтырылды, ол жер бетіне бета бұрышымен құлады. Дене горизонталь бойымен қанша қашықтыққа ұшты дейді. Яғни бізде альфа және бета берілген. Жазып көрейік мұнда. Осы есеп біздің қиын деңгейдің есебіне сай келеді, біз шығаратын есеп. Бізде L-ді табу керек. Яғни көз алдымызға елестетсек, мінекей H биіктікте тұр, горизонтальға альфа бұрышпенен лақтырды, ол ұшып мұнда мынау бета бұрышпенен құлады, бізге H берілген, табу керек L-ді. Бұны координаттық әдіспенен шығарылуы, бірақ бүгінгі әдісті осы үшін қарастырайық. Енді мынау бізде горизонтальымыз в 0 жылдамдықпенен лақтырылды. Түскен кезде v жылдамдықпенен түсті. Яғни мына бұрышымыз бізде альфа, мына бұрышымыз бета шығатынын көріп отырмыз, да? Так, мына бізде общий GT. Ал орын ауыстыру суреттен қарайтын болсақ, еки былай бағытталып тұр, да? Орын ауыстыру бізде где-то тоже былай бағытталады. Яғни мынау бізде GT-ның жартысы деген сөз. Тоже GT-ның жартысы. Яғни мынау бізде S векторы бөлінген T. H деп отырғанымыз қай жер? H деп отырғанымыз ол мына жер H бөлінген T. Ал L деп отырғанымыз мына жер болады, L бөлінген. Неге? Себебі мынау S векторы ғой. S векторы екі вектордан тұрады. H векторынан және L векторынан. Солай ма? Екі орын ауыстырудан тұрады ғой, векторлық қосындысы. Енді S-тің Т қатынасы мынау шығатын болса, онда мына H-тың Т қатынасы мінекей мына вектор болады, L-дің Т қатынасы мына вектор болады. Яғни мінекей мынау L бөлінген Т векторы плюс H бөлінген Т векторы, ол S бөлінген Т векторын береді. Барлығын Т-ға бұл жерде орын ауыстыру үшбұрышы шығады. Мынау үшбұрыш уже үшеуі де орын ауыстыру, мына горизонталь бойынша, вертикаль бойынша және негізгі орын ауыстыру. Так, енді қарайық. Енді осы жерде шығару әдісі. Мына жеріміз бізде G бөлінген T, GT бөлінген 2 минус H бөлу T екенін көреміз. Мына қабырғамыз. Ал мына қабырғамыз GT бөлінген 2 плюс H бөлінген 2 екенін көреміз. H бөлінген T, да? Ал түсінікті болады ма? GT бөлінген 2-ден H бөлу T-ны азайттық, құрамында қосып. Так. Енді мұнан қарайық. Мұнда тік бұрышты үшбұрыш тұр. Мұна қабырғасы L бөлінген T. Бізге L табу керек, бұны пайдаланамыз. Және мұна қабырғасы мынаған тең. Арасындағы бұрыш альфа. Бұл жерде тангенсті қолданамыз, Тангенс деп отырғанымыз не еді? Қарама-қарсы жатқан қабырғаның іргелес жатқан катетке қатынасы. Так, сонда мына L бөлінген T бөлімінде болады. Или L бөлінген T көбейтілген тангенс альфа мына қабырғаны береді. Сонда L бөлінген T көбейтілген тангенс альфамыз тең болады екен GT бөлінген 2 минус H бөлім T. Астында тік бұрышты үш бұрыш, неке бета бұрышы тұр.
Қарама қарсы жатқан катетіміз мұнда, іргелес жатқан катетіміз мұнда. То же самое қолданамыз. L бөлінген T тангенс бета тең болады екен GT бөлінген 2 плюс H бөлінген T. Енді осы жерде бізде уақыт берілмеген. Бізге тек альфа, бета, H берілген L-ді табу керек. Ау? Сондықтан не істейміз? Астыңғысынан үстіңгісін азайтамыз. Ендеше бізде шығады. L бөлінген T-ні жақшаның сыртына шығарып тастасақ, тангенс бета минус тангенс альфа тең болады. Астыңғысынан үстіңгісін азайтып тастасақ, мынау плюс екеуі қысқарып кетеді. Мынау минус болғандықтан еще азайту бар, бұл плюске айналып та 2H бөлінген T-ға келеді. Енді осы жерде T мен T-ны бірін-біріне не істесек болады? Қысқартып жібереміз де L-ді таба қоямыз. Сонда L тең болады екен 2H бөлінген тангенс бета минус тангенс альфа. Бүгін сіздерге әкелген материалым осы. Негізі бұл жерде ары қарай геометрияның басқа да заңдарын қолданып, мысалға мынаны